1191 есебіміз арифметикалық ортасын табыңыз. Арифметикалық ортасын табу үшін барлық сандарды қосып, қанша цифр бар, сол санға бөлеміз. Сонда біріншісі 5 қосылған 7 қосылған 10 қосылған 18 бөлеміз. Бізде 4 сан бар, 4 санға. Оның нәтижесінен болады. Қосындысын орындайтын болса 25, 35, 40. 40-ты 4-ке бөлетін болса, бұл тең болады 10-ға. Яғни арифметикасы 10-ға тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 14 қосылған 18 қосылған 17 қосылған 23 бөлінген 4. 4 сан бар себебі. Қосындысы бізде 30-40 болса, мынамен 72-ге тең болады. 72-ні бөлеміз 4-ке. Нәтижесінен болады 18 саны. Яғни арифметикалық ортасы 18-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 44 қосылған 58 қосылған 76 қосу 81 бөлеміз. 4 цифр бар, 4-ке бөлеміз. Нәтижесі 259 болады. Қосындының нәтижесі. Бөлінген 4. Жауап тең 64,175-ке. Келесі төртіншісін шығарайық. 3 қосылған 6 қосылған 12 қосылған 10 қосылған 9 бөлеміз 5-ке. Тең. Нәтижесін алатын болсақ, 9, 18, 28, нені қосатын болсақ, 40. 40-ты бөлеміз 5-ке. Нәтижесінен болады 8-ге. Келесі 5-шісін шығарайық. 20 қосылған 32 қосылған 43 қосылған 49. Қосындының нәтижесі бізде бөлеміз 4 цифрға. Қосындының нәтижесі 144-ке тең болады. Оны бөлеміз 4-ке. Нәтижесі тең болады 36 санға. Келесі 6-шысын шығарайық. 100 қосу 150 қосылған 180 қосылған 170 бөлеміз 4-ке. Қосындының нәтижесі 600-ге тең болады. 600-ді бөлеміз 4-ке. Оның нәтижесі 150-ге тең болады. Яғни арифметикалық ортасы 150 екен. Келесі 1192 есебіміз. Тамыз айының бірінші аптасында ауа температурасы 24, 27, 22, 25, 30, 29, 32 болды. Тамыз айының бірінші аптасындағы ауа температурасының орташа мәнін тап дейді. Орташа мәнін табу үшін күнделікті ауа температурасын қосып, сонда 24 градус қосылған 27 градус қосылған 22 градус қосылған 25 градус қосылған 30 градус қосылған 29 қосылған 32 градус. Енді осы ауа температураларын қосып бөлеміз 7-ге, яғни аптасына 7 күнге бөлеміз. Сонда нәтижесі тең болады бізде. Қосындының нәтижесі 189-ға бөледі. Тең болады. Оны 7-ге бөлетін болсақ, 27-ге тең болады. Яғни орташа мәні 27-ге тең екен. Келесі 1193 есебіміз. Ұшақ 480 км сағат жылдамдықпен 1,5 сағат, 600 км сағат жылдамдықпен 0,3 сағат ұшты. Ұшақтың орташа жылдамдығын табыңыз дейді. Бірінші біз бірінші уақытта қанша жол жүрген тауып алайық. Яғни S табамыз, S1-ді.
Ол дегеніміз 480 километр сағат жылдамдықпен ол жүрді 1,5 сағат. Көбейтейік. Бұл дегеніміз сонда 720 километр болады. Ал екіншісінде ол S2-міз болады. 600 километр сағат жылдамдықпен ол жүрді 0,3 сағат. Енді жүрген жолды табу үшін көбейттік, нәтижесінен болады 180 километрге. Енді ұшақтың орташа жылдамдығын табу үшін осы километрлерді қосып, яғни 720 километрге қосамыз 180 километрді, яғни осы екі жолды жүру үшін құртқан уақытқа бөлеміз. Ол деп отқанымыз сонда 1,5 сағат пен 0,3 сағатқа. Сонда қосындысы бізде екеуінің қосындысы 900 километр болады. Бөлеміз 1,8 сағатқа. Сонда 500. Вот, яғни 500 километр сағат жылдамдық болады екен, орташа жылдамдығы. Келесі 1194 есебіміз. Бір тамшы судың орташа массасын білу үшін әуелі бос ыдыстың массасын өлшеді. Содан кейін 50 тамшы су тамызып, тағы да өлшеді. Сонда бос ыдыстың массасы 45 грамм, ал суы бар ыдыстың массасы 48,5 грамм болды дейді. Бір тамшы судың массасы неше грамм дейді. Біз таза судың массасын біліп алу керекпіз. Ол үшін 48,5 граммнан азайтамыз ыдыстыңкін 45 граммда. Сонда ол тең болады 3,5 грамм. Бұл таза судың массасы. Енді ол 50 тамшыдан тұрады екен. Каждый тамшы қанша грамм болатынын білу үшін 3,5 граммды бөлеміз 50-ге. Оның нәтижесі 0,7 грамм болады екен. Сонда бір тамшы судың массасы 0,7 граммға тең екен. Келесі 1195 есебіміз шығарайық. Кестедегі бос орынды толтырыңдар дейді. Бізде бірінші сан бар, екінші санымыз жоқ екен, үшінші санымыз бар, бірақ арифметикалық ортасы белгілі екен. Арифметикалық ортасын табу үшін барлық сандарды қосып, олардың санына бөлеміз. Яғни қанша сан бар, соған бөлеміз. Сонда бірінші санымыз ол 86-ға тең болады. Қосамыз. Екінші санымыз белгісіз, оны екінші сан деп белгілей берейік, немесе x деп қойсақ та болады. Қосылған үшінші санымыз 90-ға тең. Бұны бөлеміз 3-ке, себебі 3 санымыз бар, ол тең екен бізде 80-ге. Кәдімгі теңдеу құрастырып аламыз. Сонда қосындысы 176 қосылған 2 тең болады бізде 80 көбейтілген 3 болады. Қарапайым теңдеу қылып шығара береміз. Сонда екінші санымыз тең 240-тан азайтамыз 176-ға. Сонда екінші санымыздың нәтижесі тең болады 64-ке. Сонда екінші сан 64-ке тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінде бірінші сан белгілі. Екіншісі деп белгілеймін. 58,2 қосылған екінші санымыз 49,4 қосылған үшінші санымыз бөлеміз 3-ке. Себебі 3 сан бар. Оның нәтижесі тең болды бізде 54,3-ке. Теңдеуімізді құрастырып алып, қарапайым теңдеу ретінде шығара береміз. Қосындысының нәтижесі тең болады бізде 107,6-ға. Қосамыз үшінші сан тең 54,3-ті көбейтеміз 3-ке. Сонда үшінші санымыз бізде 54,3-ті көбейтеміз 3-ке, ол 162,9 болады. 162.
Одан азайтамыз 107,6. Сонда үшінші санымыз тең болады екен 55,3-ке. Келесі үшіншісін шығарайық. Арифметикалық ортасы жоқ. Ол үшін барлық сандарды қосып, санның санына бөлінеміз. Сонда 2,3-тен 2 қосылған 1,4-тен 3 қосылған 3,12-ден 1. Ортақ бөлім 12 санынан болады. 3-тен беремін, 4-тен беремін. Бүтін бөлікті 3-ке бөлеміз деп жазылай. Бүтін бөлікті қосатын болсақ 6-ға тең, бөлшектің бөлімі 12-ке тең болады. 8 қосылған 9 қосылған 1. Тең емес, бөлу 3-ке деп жалғастыруымыз қажет. Тең 6,12-ден алымы 18-ге тең. Бөлінген 3. Тең. Так, қысқартып жіберейік. 6 санына ол бізде 3 болады, бөлшектің бөлімінде 2 болады. Сонда 6 ішінде бір бар, 7,2-ден 1 бөлінген 3. Араласанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазам, 15 болады. Бөлшектің бөліміне 3 сан түсіп кетеді де, ал мына шығады. Қысқартып жібереміз. Ішінде 5-тен болады. 5-ті 2-ке бөлетін болсақ, 2,5-ке тең болады. Сонда арифметикалық ортасы 2,5-ке тең екен.